Еліміздің атақты емшісі Еншек Құлпынаев көлік алғысы келетін азаматтарға ерекше дем салу тәсілін жүргізіп жүр. Тілшіміз ең басынан. Мен оған шетелдік дем салам қазір. Ондай дем Қазақстанда да бар. Просто бізде қымбат. Шетелде арзан ғой. Просто бізге келіп оқимын дегенше қымбат болып кетеді да ол. Демнің өзіне төлейсің, қан шығарғанға төлейсің, қойдың ақшасы бар. Сосын бірінші рет оқылып жатқасын первичкасы бар. Сосын қазақшаға аударуы бар. Сонымен қымбатқа шығып кетеді. Бұны анау жындар өзі сөйтіп істеп қойған ғой өзі. Өткен жолдары 50 адам ниет етсе алынып тасталынады деп жатыр еді, ол да болмай қалды ғой. Сонымен сол шетелдік демді қазір өйстіп қымбатқа алуға тура келіп жатыр. Ана балдар мынау арзанға иномарка алғысы келіп жүрген балдар ғой. Бұларға енді анау Кореядан машина таситындар туралы. Олар енді көп қой. Соның ішінде тез және услугасы арзан Шоқан Групп деген компания бар. Сол туралы айтып беріп жатырмын қазір. Құдай қаласа сол жақтан алатын болады. Сол ем жалғастырайын мен әрмен қарай. Жарық жұлдызым жайқалған гүл. Санигүл Ханатаева, Дикибек Тарабозов, ПТК арнасы.